Дұрыс тамақтанып, дефицит калория арқылы 13 кг салмақ тастадым. Мен күніне 4 уақыт тамақтанып жүрдім, және тамақтардың барлығын ПП қылып дайындадым. Таңғы асқа осындай тортилья лепешкаларын жақсы көремін, және оларды жиі пайдаланамын. Ең алдымен сковородканы орташа отта қыздырып, кішкене щеткамен май жақтым. Одан кейін жұмыртқаны араластырып, осылай блины дайындап, үстіне жаңағы лепешканы саламыз. Ішіне қалаған начинкаңызды салсаңыз болады. Мен сыр, зелень және помидор салдым. Бізде осындай конвертик дайын болады. Түскі асқа менде сүйек сорпасы болды. Менде булгур алдын ала дайын тұрған болатын. Соған осы піскен етті қосып және сорпаны қосып, обедке осындай сорпа іштім. Ал полдникқа менде осындай ПП вафлилер болды. Оған грек йогуртын қостым және осындай сгущенка деген қантсыз топпингті қостым. Ал кешкі асқа менде осындай майлылығы аз творог болды. Оған да греческий йогурт қостым, мезгілдік жидектерден жасалған джемді және 1 штук персикті қостым. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркеліп алыңыз.